Сәлем балалар, менің ертегі әлеміме қош келдіңіздер. Ертеде бір шал мен оның кемпірі теңіз жағасында балық аулап күн көріпті. Соңғы кездері шалдың құрған торына балық түспей, ол бос қайтып жүреді. Шалау, құр отырмай балық аулап әкел. Бүгін тағы да балық ұстай аламын ба екен? Осы жолы шалдың құрған торына алтын балық түседі. Ол балаша қатты қуанады. Өмірі алтын балық көрмеген шал таң қалып тұрғанда балыққа тіл бітіп, одан босатуын өтінеді. Ата, өтінемін, мені жіберші. Қалаған 3 тілегіңді орындаймын. Алтын балық, мен саған тиіспеймін. Бара ғой, сен боссың. Аңқау шал балаша жүгіріп мәз болып келіп кемпіріне бар болған жайды баяндайды. Сол кезде кемпірі қатты ашуланып былай деп жауап береді. Ақымақ шал, сен неге алтын балықтан бізге әдемі, кең үй сұрамайсың, а? Амалы қалмаған шал мұңайып теңізге келіп алтын балықты шақырады. Алтын балық, сен қайдасың? Сенің маған көмегің керек, бері келші. Сол кезде алтын балық судан шығып, шалдан болған мән жайды сұрайды. Шал болса кемпірдің зәулім үй сұрап жатқанын айтады. Ата, еш уайымдамай үйіңе қайта бер, тілегің орындалады. Шал үйіне келсе, бұрынғы ескі үйдің орнында зәулім үй орнапты. Сонда кемпір мұнымен тоқтағысы келмейді. Алтын балыққа барбайды. Мен қарапайым болғым келмейді. Менің ақсүйектер сияқты бай болып өмір сүргім келеді. Алтын балық, сен қайдасың? Сенің маған көмегің керек, бері келші. Алтын балық, кемпірім қарапайым шаруа болғым келмейді. Ақсүйектер сияқты бай боламын деп жатыр. Не істейміз? Ата, еш уайымдамай үйіңе қайта бер, тілегің орындалады. Шал кері оралғанда зәулім хан сарайы мен тақта отырған өзінің ашулы кемпірін көреді. Кемпір шалға бұйыра сөйлеп, оны қайтадан алтын балыққа жібереді. Осы жолы кемпір алтын балыққа жер үстін ғана емес, жердің астын, онымен қоса теңіз әлемін билегісі келетінін жеткізеді. Амалы құрыған шал теңізге қайтадан келеді. Осы жолы оған теңіз өте ашулы әрі қорқынышты болып көрінді. Ата, қандай тілегің бар, айтшы, мен орындаймын. Ана кемпір есінен адасайын деді. Емді бүкіл әлемді басқарсам дейді. Сенің өзің келіп маған құл болсын деп жатыр. Бұл сөздерді естіген алтын балық қатты ашуланып, ешқандай жауап берместен теңіз түбіне түсіп ғайып болды. Шал теңіз жағасында ұзақ күтіп алтын балықтан жауап болмаған соң үйіне қайтып оралса, баяғы ескі үйдің жанында кемпір жарғастауын құшақтап жылап отыр екен. Шал сонда кемпірге: өзің тойса да көзің тоймады. Азды алмаған көптен құр қалады депті.